Көркем фильм кинокомпаниясы ұсынады. Жоқ. Оны қойш. Бастысын айтайық. Біздің Камиля деген құрбымыз бар. Ол бар ғой. Міне. Сәлем бердік. Арман қыз. Мен оған тіпті үйлене салар едім. Боссыз. Я, боссыз. Я. Ол негізі әлгі дастан. Ол сондай әдемі шығыр. Зарина. Камиля оның басын дереу айналдырып алды. Ол тіпті менің көршім. Көп уақытты бірге өткіземіз. Біреу мені бір жаққа шақырғысы келген сияқты еді ғой. Дастан, қалдыршы жайнамнан сайқымазақты, біздің кетуіміз керек. Вау! Сол ана ауылдың қызы. Покер, тесттер, біз сендерге айтып едік қой. Бірақ Камиля дегеніне жетті. Қайтпайтын қыз екен. Конспекті үшін бір қызбен кездесу бір жағынан ақылды шығар. Немесе барып тұрған топастық. Біздің жұлдыздар ғашық екен. Мен өз есемді жібермеспін. Көрсетті ғой ол. Сол керек өзіне. Иә. Бір жастар, жан достар, арманға жолбастар. Hey, ол жерден неткен, жұбанып өткен, ол жерден неткен, мәңгілік өткен. Достар. Тоғызыншы бөлім. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, кешігіп қалпын. Солай ма? Кешіккеннен гөрі кешігудің себебін айтпайсың ба? Ұйықтап қалпын. Енді сен жалғыз тұрмайсың ғой. Көршілерің неге оятпайды? Дастанның бүгінгі бірінші сабағы болған жоқ. Біз әртүрлі мамандықта оқимыз ғой. Жарай, түсінікті, тағы да қайталанатын болса, кафедрада отырып өзің тапсырасың емтиханда. Кел, ал билет. Бірінші. Қарай көр. Жолы болғыш екен. Сеніңдісің бе? Қиналмай, ерте кетіп қалған дұрыс қой. Сендерге сенуге болады. Біз де болдық. Бұл деген тосын жаңалық қой. Жарты сағатқа бұрын бітіріп қойдыңдар ғой. Қалай Дастан? Үлгереміз бе? Иә? Жарайды, іске сәт. Бір сағат өтті. Дастанға не болған? Тапсырмай қайда барады дейсің? Ал сен қалай сытылып кеттің? Қарғыс атқан сан. Мен баққа емес. Бапқа сенем. Шынмен дайындалғам. Қашан үлгергенсің? Кеше ергіп жүрен ғой. Мен 13-ші билетке ғана дайындалғам. Бір күні оңбай түсесің ғой. Тапсырдым. Жарайсың. Осында отыра береміз бе? Кеттік дәмханаға. Қалай деген мен бірінші емтихан тапсырдық қой, дұрыс па? Шынымен де кеттік бәріміз. Мен қолдаймын. Мен де. Сендер бара беріңдер, менің басым ауырып тұр. Мен осында болам. Мен кейінірек барам. Әкеммен скайппен сөйлесім керек. Жақсы, онда біз күтеміз. Кеттік енді. Кешікпей барам. СМС хатың жақсы болды. Қалай үлгердің? Алдын ала жазып қойғам. Жарайсың. Соңғы кезде қатты шаршап жүрмін. Ешкімді көргім келмейді. Мені ше? Сені санамағанда. Мен де.
Біз де бір дұрыстау жерге барып, атап өтпейміз бе? Нұрланыңды қайтесің? Емтиханды тапсырып қойдым, болды. Ал сенің даның ше? Қойшы енді мазақтамай. Камиля? Сендерге бірдеңе ала келейік пе деп. Нұреке, ренжімеш. Мен дәмханаға барғым келмей. Не? Бірдеме айтайын деп пең? Айтпаса да бәрі түсінікті. Дана, сен басқаша түсініп қалдың. Өтінем, тыныштық берші. Бізге сөйлесу керек. Не туралы? Біз туралы. Айтатын ештеңем жоқ. Мен кетем, сен қаласың. Айтатын нем бар? Ренжімеш енді, солай болып қалды. Ол мәселені шешіп жатырмын. Сәл шыдасақ болды. Қашан? Әрі кетсе 2 күн. 2 күннен кейін мені оқудан шығарады. Шығармайды. Сәл шыдай тұршы. Камиля туралы да сен дұрыс түсінбедің. Дастан, маған өткізіп қойған ештеңең жоқ. Сондықтан да ақталудың қажеті жоқ. Өзім ақмақ басыма бәлетілет. Негізі, Камиля айтатындай, мен сенің теңің емеспін. Камиля солай деді ме? Қалай деп еді? Түк көрмеген ауылдың қызы деп еді. Біле білсең, Макс екеуіңнің бәстескендеріңді айтқанда мен сенбеген едім. Тіпті Алина айтқанда сенбеген едім. Ол шын ба? Не шын ба? Маған бәстескендерің. Біз саған бәстескен жоқпыз. Мен Максқа онлайн покерден жеңіліп қалдым да тілегін орындайтын болдым. Ал тілегін орындамауға да болатын еді. Сонда Макстың тілегі ғой, я? Жарайды, солай істеген шығарман. Бірақ жаман ойын болған жоқ. Бастысы арамызда қарым-қатынас емес пе? Солай ғой. Тіпті қалай болғанда есінен шығып кетіпті. Егер ауыздарына ие болғанда, 2 жылдың ішінде бәрінің де есінен шығып кететін еді. 2 жылдан кейін де. Ұзаққа жоспарлаған екенсің. Дана, шын мәнісіне келетін болсақ, мен саған ештеңеде уәде берген жоқпын. Мен олай деген жоқпын. Камиля екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Ол маған қызық емес. Сөз соңында айтарым. Бұдан бұлай сөйлеспей-ақ қояйық. Жарайды, жақсы. Бір ғана мәселе. Тест туралы жағдайды айтам. Қорықпа. Мен ешкімге айтпаймын. Бірақ менің мәселемді шешіп берсең болды. Шешем. Қайырлы кеш, Дастан. Сәлеметсіз бе? Маған келдіңіз бе? Алдымен Данаға кіріп шығайын. Ол өзінде ме? Иә, өзінде. Камиля, сен маған Дананы шақырып бересің бе? Кіре беріңіз. Ол сабақ оқып жатқан шығар. Дана, саған не болды? Ештеңе, кешіріңіз, кіріңіз. Сен неге жыладың, Дана? Жай әншейін, отырыңыз. Мен сенімен сөйлесейін деп келдім, Дана. Өзімен қоса қағаз ала келдім. Мынау ректордың сені оқудан шығару туралы бұйрығы. Ғалымжан Ильясұлы маған дайындап ала кел деген. Бірақ мен оны әлі апарғаным жоқ. Дана, біздің уақытымыз тымас. Бар болғаны ертең кешке дейін. Дана, кім істегенін айтшы маған. Сенің ұрламағаныңды мен білем ғой. Мен мына қағазды қоқысқа тастай салам бірден. Айтатын түк те жоқ. Енді сен емес екеніңді біліп тұрмын ғой, Дана. Айтсаңшы кім істегенін.
Кешіріңіз, жиналуым керек. Бес мың теңге қарыз қалып едің ғой, мә. Бір аптаға деп едің ғой. Қажеті болмады. Мә, ал. Сосын тағы матанализ оқулығын алғансың менен. Иә, қайтар. Керек маған ол. Сосын тағы плеер, құлақшынмен. Өй, саған не болған? Ештеңе, жай. Сені досым деп ойлағам. Сөйтсе ез екенсің. Өй, сен не дедің? Не естідің сол? Неменен? Не, төбелескін келіп тұр ма? Нұреке, сабыңа түс. Мынауың ішіп алған ба? Ей, мен ішпейм. Макс маған Данаға бәстескендерін туралы айтты, шын ба? Ей, сенің шаруаң қанша? Ол сайқымазақ қой, білем. Ал сенің қалай дәтің бар? Кетші, сендер ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп үйреніп қалғансыңдар. Ерігіп біреудің өмірін қорғыласыңдар. Тек қызық үшін қыздарды бұзасыңдар. Достарыңды алдайсыңдар, көршілеріңді пайдаланасыңдар. Қойш, Нұреке, болды, қойш енді. Өмірден тек ойын сауық, бірақ бұл мән мағынасы өмір. Жесем, жей берсем дегеннен басқа мақсат жоқ. Мал секілді, әкелеріңнің ақшасын құртқаннан басқа дым білмейсіңдер. Ей, болдың ба айтып? Болдым. Басқа бөлмеге ауысуға кеттім. Сайқымазақтар. Топас. Камиля, мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Тек маған сатып кеттің, пайдаланып кеттің демесең болды. Сыйлығымды қайтар. Қайсың? Әлде бәрін бе? Алқа гүл, ұсқынсыз тағы бір деме, сосын атаңның ауласынан табылған жұмыртас. Соны ма? Бәрін қайтар. Атшабардан беріп жіберем. Дана, оқудан шығару туралы бұйрыққа қол қоюға барған кезде апарып тастайды. Камиля, сен қандайсың? Ай, қандай? Қандай жамансың? Қой шей, ақымақ. Саған тіпті менің өзім таң қалып тұрмын. Шынымды айтсам, қылығыңнан жиіркене бастадым. Сен өзі ертең Дананы оқудан шығатынын білесің бе? Обал болды оған. Асқар өзінде отыр. Барып, бәріне нүкте қояйық. Сол үшін ешкім ат тастамайды ғой. Ей, сенің нең кетеді дейсің? Әр кетсе Италияңа бара аласың. Ал менің әкем білетін болса, ол мені ауылға қуып жібереді. Сондықтан адамгершілік көрсеткендей болмашы. Сен бала емес, үлкен жігітсің ғой. Ауылға барғың келмесе бармай-ақ қой. Мен саған қайталап айтамын. Мен Данаға араша түссін дегенім жоқ. Өзі ғой, менмін деген. Қайырымды болсаң, бар да өзің мойында. Мен барақ салам. Бірақ сенде намыс бар ма? Ақылгөй, ақ көңіл жігіт, айтып тұрған дұрыс. Қыздың жүрегіне дақ түсіресің. Болашағына кедергі келтіресің. Ей, ол иммунолог дәрігер болуды армандайды. Ал сен болсаң, оны үй күшікке айналдырмақшысың. Ей, жаным ашып отырсын дейсің бе? Оны универден ешкім қойын деп тұрған жоқ. Әлі түсінбедің бе? Қайтар екен деп отыр. Өздері келіп, мойындасын деп отыр. Онда барып мойындай салайық. Мен ешқайда бармайым. Ал сені ұстап тұрғаным жоқ. Қаласаң бар. Ей, бауырым, нағыз су жүрек екенсің. Ей, кетшей, ер жүрек бола қалыпты. Чай. Менде бәрі жақсы. Жоқ, уайымдамаңыз. Бәрі жақсы. Я. Өздеріңіз амансыздар ма? Әкем қалай?
інімше. Шын ба? Аяғынан тұрып кетті ме? Шіркін. Көрсем ғой оны. Апа. Мен 3-4 күннен кейін Оралға қайтатын шығармын. Я, бәрі жақсы болады. Енді олай істемеймін. Жақсы, мен де жақсы көрем. Бәрі жақсы ма? Я, бәрі жақсы. Дастан, оңбаған. Мен саған ескерткен болатынмын. Сен неге күліп отырсың? Мені сол үшін жылап отыр дейсің бе? Енді кім үшін? Кеше інім аяғынан тұрыпты, 4 жылдан соң. Ауырып қалып бет? Я, тумысынан ауру болатын. Сол үшін оқуға түскем. Егер ол жазылып кетсе, маған ештеңенің де керегі жоқ. Ініңнің аты кім? Ануар, 12 жаста. Негізі өзімде үйге қайтқым келген. Солай да дұрыс шығар. Қойш, ешқайда бармайсың. Біз таңертең Нұрланмен бірге ректоратқа барамыз да? Керек жоқ, Алина, өтінем. Дана, қойш енді. Шынымды айтсам, әлі ұқпай жүрмін. Осы ана тестті біз үшеуміз алмаған болсақ, сен мен сол күні болған Камиля да алмаса, онда ана екеу ғой. Макс, бәлкім Дастан. Немесе екеуі бірге. Болар іс болды. Аузыма ие болмаған өзім. Сондықтан қуана берсін. Жарай, менің жиналуым керек. Дана, сазайларын берейін бе олар? Сөйтші Нұрлан, сабаларына түссін. Керек жоқ, олай істемей-ақ қойыңдар. Сен де қайдағын айтпашы. Мен сені сондай жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Тоқта. Мынау не? Камиля ма? Мәссаған. Міне жаңалық. Мынандай қызықты біреуге көрсетпей қалай шыдап жүре алам? Міне солай, түрі боп-боз болып кетті. Тіпті шашы дода-дода болып кетті. Қазір үйге қайтуға дайындалып жатқан шығар. Мәссаған. Кинодағыдай десеңші. Әлгі дола ел сияқты, я? Енді не істейді қыздар? Әркім өзі үшін жауап береді. Дұрыс, дұрыс. Қарап отырмай өзің үшін күресуің керек, солай емес пе? Солай. Осы сен бар ғой, Камила, қарсыласыңды шаң қақтырып кететінді білетінмін. Ана ақымақ қыз есіңде ме? Әкең топқа қосқан. Аяқ киіміне шеге қағып жібергенде талып қала жаздадым. Менің де есімде. Енді не істеуім керек еді, өзі ғой орныма таласқан. Әкем маған, қараш, қалай беріп жатыр, қимылын қайталады емес бар ма? Ой, ал Дастанға не болды? Оған әлі таңғалып жүрмін. Дегенмен ақымақ емес шығар. Өзінің теңі кім екенін біледі ғой. Ол әлі маған рахмет айтады. Иә, айтады, дұрыс. Иә, кеттік сабаққа. Тағы да бір сабағымыз бар. Ой, қыздар, айтпаңдар. Менде біреуді әшкерелейтін керемет дүние бар. Кімді? Биік өкше киген бір қуыршақты. Анау шығар ол. Дәл айтасың. Көрсетсеңші. Қысқасы, сен оның топта ән айтқанын білуші ме едің? Кәмпит пет, мұз кәмпит пет. Қойшы әйтеуір бірдеңе. Оны әлемдік сапарға шыққанда бәріне айтып беріп шықты емес пе? Ол эстрадалық карьерасы қалай тез біткенін айтпап педі. Жоқ. Міне, қара. Шарықтау шегі. Там-тарарам. Ого, мынауын сол ма? Аяқ киімнің өкшесін қара. Опа, мәссаған. Мынау оңбай құлап түсті ғой.
Тоқта. Сонда мынау ән айтып жатқандағы болған нәрсе ме? Қысқасы мына видеоны YouTube'тен 100 000 адам көрген. Маңызды концерт болған екен. Google'да ақтарып шықтым. Сөйтсек, топтан шығарып тастаған әкесінің өзі екен. Сосын оқуға жіберген. Ондай қызықты қалай жылы жаба саламыз? Меніңше, бүкіл әлем білу керек. Ойымыз бір жерден шықты, рагаццо. Иә, менің рок батырым. Жұмыс бітті. Барып бір жерге отырмаймыз ба? Жұмыс несі? Енді бәрі ойдағыдай ғой. Дананы оқудан шығарып жатыр. Тестке байланысты мәселе жабылады. Айтпақшы, өткенде әкеммен сөйлескем. Ол сені студияда тыңдауға дайын. Ал келесі аптадан бастап біз қол жинаймыз. Сен біздің президент боласың. Шынымды айтсам, зауқым болмай жүр. Мен болмаймын. Болмаймын нес? Мен мұнда жүгіріп, бәрімен келісіп жүрмін. Болмайым деген не сөз? Сен бар ғой. Мен үшін әуре болмаш. Дастан, тұра тұр. Тоқта, сен не, университет сайтына кіріп кеттің бе? Әрине. Сілтемені әлеуметтік жерлерге тастай саламыз деп ойлағам. Бер жағын ғана ойлайды екенсің ғой. Белла, қорықпа, оны да іздейміз. Ал бейнені университет сайтына көшіруіміз керек. Бізді жазаламай ма? Дәл осы үшін оқудан шығарып тастамайды. Сайтты бұзып отырған жоқпыз ғой. Бұл жай ғана біреудің есебіндегі уақытша хостинг. Шамамен 1 сағат тұрады да сайттан алып тастайды. Бірақ сілтеме желге тарайды. Жұрт қызыға бастайды. Әр қарай келесі сілтемеге лақтырылады. Қалай? Хакер екенсің ғой. Енді ше, Дастанды қалай жеңдім ғой дейсің? Сонымен, қарындас. Атым шықса деп едің, міне саған атақ. Әкел қолыңды. Қайтпайды екенсің. Не істегенімізді білсеңдер ғой. Камиля ызадан жарылып кетеді. Не істедіңдер? Қысқасы, Макс айтпаш, қызықсыз болып қалады. Ғаламторға кірсең көресің. Камиля ұмытпас. былай ғой. Мен қалай болған айт берейін. Дана, кешір мені. Барлығына кінәлі мен. Не айтып отырсың, Макс? Дастанның сенде көңілі жоқ болады. Мен оны картадан жеңіп, сені кездесуге шақырсын деп талап еттім. Сонда ойым, көңілің көтеріліп, еңсеңді тік ұстап, бойыңда біраз өзгерістер пайда бола ма деп. Айттың ғой, сайық мазақтың өзі деп. Қойшы Нұрке, кешірім сұрадым ғой. Макс, сенің кінәң жоқ. Бәріне кінәлі өзім. Сеніп жүрген. Әрине кінәлісің. Сөйтуге де бола ма екен? Сенде аңқау қыз қайдан шығады? Оралдан. Біз Дастанды топтан шығарып тастауымыз керек. Қай топтан? Екеуіңнен ғана тұратын топтан ба? Енді онсыз топ жасай алмаймыз ба? Ал Камиляның көмегі бізге қажет емес. Ең бастысы, аспаптарды тапсақ, жақсы болар еді. Мен клавиште, сен баста, ал Дана мен Нұрланды бірдеңеге үйретеміз. Мен бүгін кетем. Мені қоспай-ақ қойсаңдар болады. Қалай бүгін? Бұйрық шыққан жоқ қой әлі. Ректоратқа шақыртып жатыр. Біз сенмен барамыз. Я, Дана, бірге барамыз да ректорға, бәрін айтамыз. Солай ғой, Макс. Кешіріңдер. Мен бір жерге тез баруым керек. Ұмыт кетіппін.
Макс, не ойлағаның бар? Әділдікті қалпына келтірем. Өзіңе қиын болса да, қиналған жанға қол ұшыңды беруің керек. Сен бір жаққа барайын деп жатырсың ба? Бамбино, уақытысында білерсің. Айтпақшы, саған баяғыда айтайын дегенмін. Сенің ұшқыш шаң сорғышың шынымен де керемет дүние. Мен қызғаныштан саған тисе беретінмін. Кешір. Сағынысып қалыпсыңдар ғой. Сонымен қайда бара жатырсың? Жай әншейін, мына жерден жалық кеттім. Өміріме сәл де болса өзгерсе енгізгім келеді. Айтпақшы, Нұреке, сен білесің бе? Тесті ұрлап, көшірмесін жасаған біз Дастан екеуміз болатынбыз. Өзім де солай ойлағам. Бір-бірімізді сатпаймыз деп келістік қой. Мен сені сатқаным жоқ. Жай ғана досым айттым. Саған да айтар сөзім, сен істеген қылығың еркектікке жараспайды. Ал мен су жүректермен дос болмаймын. Чао, рагацо. Берілуге кеттім.